А кәпірді алдай берсе болатын жағында. Жоқ, кәпірді де алдауға болмайды. Ешкімді алдауға болмайды. Бокс аралас, жекпе-жек деген спорт түрлерінің ойыңызды айтсаңыз, харам емес, тыйым салынбаған. Енді кейбір тасауфтағы, кішкене мынау сопылық жолындағылар адамды бетіне ұру жақсы емес деп айтылатын нәрсе бар. Енді ол спорт жағынан қараймыз біз, сондықтан жақсы нәрсе. Бірақ жақсы екен деп, анау грушаны ұра беріп, әшейін профессионалдық дәрежеде айналса жақсы. Сәлесі шетін кезде дәрет алу міндетті ме дейді? Жоқ, міндетті емес. Аталарымыз тұрған үйді мал соймақ, Құран оқып бата берсе бола ма? Қалай дейді? Аталарымыз тұрған үйді мал соймай, Құран оқып бұза берсе. Үйді бұзу үшін ба? Үйді бұзу үшін қой сою не обязательно? Қойдың қатысы жоқ бұзуға. Стройкаға, евроремонтқа, содан кейін талқандауға, бір нәрсені алуға, есіктен рұқсат сұрап, бүйтіп қарап, біз ағайын. Бұл біздің тарихымыз. Біздің өскен шаңырағымыз, біздің құтқанамыз дейді қазақ. Бірақ сіз бекерден бекер бұзып жатқан жоқсыз. Алладан рахым сұрап, шүкір Алла, осындай бір кішкентай үйде тұрып өсіп едік. Қараңыздаршы, бәріміз кішкентай үйде өсіп едік. Қазір сол кішкентай бөлмеде пейіліміз өте кең еді. Қазір даңғырадай үйде тұрамыз, үйімізге жан кірмейді. Балалы үй базар, баласыз үй мазар деген. Құтқана өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден шығып барғанда Меккені қимай қоштасқан. Сол сияқты біз ұшып шыққан үйі ол біз үшін ыстық болады. Бірақ ол жерде Құран оқытып барып үйді бұзу керек деген сөз сәл қисынсыздау дүние. Үй Құран қойдың кінәсі жоқ. Сіз үй істегеніңізге, ремонтыңызға, бұзуыңызға, материалға, басқаға. Сондықтан бұза берсе болады. Егер оның материалын алсаңыз, егер үйдің материалын алмасаңыз, онда үйді бұзу арам болады. Бір мұқтаж біреуге беріңіздер. Ақшасын алмасаң тегін беріңіздер. Саресін ішпей ораза ұстай беруге болады ма? Болмайды. Өйткені пайғамбарымыз тасахару, саресін ішіңіздер деп бұйырған. Ауыз бекітіп болған соң бетке крем жағуға болады ма? Болады. Крем, майз, қандай болса да жақсаң болады алтыным. Егер маған аттестация қорқыныш уайым болып тұр, ла хаула ва ла қуввата илля билля дейсінде кіріп кете бересің. Моншаға, фитнес залға баруға бола ма? Болады. Бірақ бұл жерде бір мәселе, еркек адам бөлек, әйел адам бөлек баратын фитнес залға барыңыздар. Сонда ғана дұрыс болады. Әйтпесе анау фитнес залға баратын біраз жігіттерді білем. Ол көбі фитнеске бармайды бұл жерде. Ана жерде Наташа Петровна деген біреу бар. Соған қарап бәрі өлетін болды. Ананы бүйтіп теуе береді, бүйтіп тарта береді. Анау да бүйтіп жатыр, соған қарап, алдына қарап, артына қарап, жүректері өлетін болды. Бақсы өзінің әйелін жек көріп кетті бәрі. Сондықтан сіз де қалмау үшін барып жатсыз енді. Сол үшін әйелдің жалпы араласып ондай нәрсеге барғаны жақсы емес. Оның үстіне жаңағы киген киімдер ражгард деген бар, тартып тұрады алды артын бәрін. Соны жаңағы жақсы емес. Харам. Можно ли промыть нос гриппую? Если во время поста, если вы просто ополаскиваете нос путем стягивания, либо спринцевания, в этом проблем нет. Если же это вода, либо та жидкость, которую вы вводите в носовую часть, если вы почувствуете вкус и каплю, и при этом вы это проглотите, считается, что вы один день пропустили. При этом, если вы болеете, лучше вылечиться, а потом дальше продолжать. Суды ішіп алып дұға тілейді ма или керісінше ма? Бірінші тілеп алыңыз. Можно ли кушать от души после ифтара или нельзя? Как это понять? Все мы кушаем от души. Тырнақ алуға болады ма? Менікі неге көрінбейді? Ала бер тырнағыңды, жаным. Тырнақты алсаң жақсы болады. Тырнақты алсаң жақсы болады. Шетелде оқып жүрген туысымызға, семьясына жүрген отбасына пітір берсек болады ма? Егер мұқтаждығы болатын болса, беруге болады. Одан кейін мынандай түсінік. Пітір 640 теңге. Сіз екі адамға бересіз, екі адамға беретін 1000 ар жақ бер жақ. Сонда 1,5 мың теңге таба алмай отырған туысыңыз бар болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сізді сондай адамдарды мұсылман емес деп айтады.
Сенің көршің, бір айтады да көршіңмен бітір берсем, сенің көршің 640 теңгеге мұқтаж болып отырса үйінде, сен қарның тойып отырсаң, пайғамбарымыз айтты, мұсылман емессің деді. Неге? Көрші ақысы ол қандай жоғары? Сонда сіз жылына бір-ақ рет сол көршіге кіресіз ба? Жылына бір-ақ рет ағайынның халін алып отырсыз ба? Сонда бұл не сөз? Айналдым сол. Жылына бір беретін 640 теңгені сонда соған бергенге ұялмайсыздар ма? Мысалы, арлы, енді білмеймін, мүгедек көп жүре алмаған адам болмаса, басқа арлы адам сізден 640 теңге алғанда алмайды да ол. Сен мені кім деп тұрсың дейді. Бауырлығың, сенің ағайындығың, сенің мынау күлімсірегенің, жылылығың 640 теңгеден артық біз үшін. 640 теңгені беріп алып, көп адам мейлі үсті қосып берерсіз енді. Кейінірек араласқан кезде сізге сәлемді дұрыс бермесе, сіз санайтын әдетіңіз бар ғой. Мен саған пітір беріп едім, бермесең де жүрегіңді мына жерде үйкеп жеп қояды, жүрегің жарылып кетеді. Бұл маған сәлем дұрыс бермеді, тойына шақырмады, құдалығына шақырмады мені, ақылдасуға, кеңесуге мені шақырмады деп. Бұл не сөз? Сондықтан жаным, беретін болсаң, кәдімгі жинап тұрып молынан бер. Одан кейін санама, ағайынға берет дедік. Бірақ ағайынның 640 теңге сізге берсе, осы тыңдап отырған, аласыз ба? Айтыңызшы. Арыңыз, намысыңыз жақ жеп қояды сізді. Ей, сен кім деп отырсың мені деп. Сондай дүние. Менің тырнағым жанына қарай өседі, сол жара болып, сол ештеңе етпейді ма? Оны вросший ногть дейді. Оны жақсы неге бар айналайын. Хирургқа барсаң, түзетіп қояды. Бірақ оразаны бұзбайды. Былай өсемі, айналып тұрып, қошқардың мүйізі сияқты өзің айналып кіремі, оразаны бұзбайды. Бірақ докторға барып, ең кем дегенде маникюр мен педикюрге бар айналайын. Алғаш рет ораза тұттым, горилла ішіп қойыппын, 1 сағаттан соң есіме түсті, ұялдым, ораза бұзылады ма? Ұмытып ішкенің үшін бұзылмайды. Неке қиылмаған болса, құшақтасуға бола ма? Жоқ. Сенің анаңды, сенің қарындасыңды, сенің әйеліңді біреу құшақтап жүрсе, бізде ештеңе жоқ, ойымыз нормально, сен құшақтай береміз десе, сен бұндай адамды дәйістейді жаным. Ол сенікі, сен құшақтауға міндетсің. Солай, құшақтама. Үйленіп неке қиғаннан мен шақырасың тойда, некені қиып берем құда қаласа, содан кейін кемпір шал болғанша құшақта, шаршағанша құшақтайсың. Қайырлы таң баршаңызға. Аузыма қақырық келе береді, не істеуге болады? Қақырығыңыз оразаны бұзбайды, бірақ қақырықты жұту мәкрух. Содан екінші одан өткен жаман мәкрух бар, соны түкіріп көрінген жерге көгертіп тастап кетсеңіз, аз тамақ ішіп отқанда да не болмасын, соны аяғыңызбен жауып немесе сүртіп тазалап кетіңіз. Мен араласпай кеткен адам қазір маған тиісіп жүрсе, шыдап жүре берейін бе, әлде сол адамға айтсам болады ма? Сен өзіңе де сол керек болып жүр ғой. Қой деп оған. Пітір садақаны отбасы үшін бір адам салса қабыл бола ма, или әр адам өзі үшін беріп па? Бір адам үйдің егесі, отағасы, сол берсе береді. Жеткілікті. Ассаламу алейкум, сәресіне ұйықтап қалып, оянған кезде бата жасап ұстай берсем бола ма? Болады жаным. Бата жасау, ауызды бекіткенде бүйту шарт емес. Көп адамдар бата қылатын кезде бүйте қылады екен. Жоқ, бүйту шарт емес. Бұл жердегі дұғасы. Және дұғаны ауызбен айтудың өзі таласты дүние. Негізі дұғаның ниеттің мекені жүрек болады. Мына жүрек. Ертең ораза ұстаймын деп. Или бүгін тұрдың мына. Кешігіп қалдың, айырмашылық жоқ. Ниет еттім ораза ұстауға деп ойыңыздан өткізсеңіз болды, ауыз берік болады. Енді қосымша соны бекітіп қояйын, закрепить етіп қояйын десеңіз, ауызбен ей Алла сені ризалығың үшін дегенде біз оны дұға ретінде қабылдаймыз. Сондықтан алақан жайып, қыблаға бұрылып, әйтеуір бір бұрылмасаңыз қол жеп, Алла бүгін ораза ұстауға ниет еттім дейсіз. Болады. Одан кейін бүйтіп, үстін бүйтіп, сүртіп алып бата қылудың керегі жоқ. Я Алла сен үшін ораза ұстадым, қабыл ет дейсіз да, тұрасыз да кете бересіз. Арабша білсең, арабша айт, білмесең өз тіліңде айта беріңіз, қабыл болсын. Ауызашардың тамағын ысытып жатып байқамай 7-8 минут бұрын татып қойыппын, ештеңе етпейді. Аузыңызға, есіңізге түскенде аузыңыздан шығарсаңыз болды. Пітірді отағасы емес, әйел берсе бола бере ме? Бола береді. Бірақ отағасы білу керек. Ауыз берік кезде укол оразаны бұзбайды. Белгіленген пітірден көп бере берсе бола ма? Пітір бір адамға артық беріледі.
Семьяда 4 болсақ, құдайым бізді 5 қыл. 5 болсақ 6 қыл. Алға жылжымаған артқа сырғиды деген атаң қазақтың жақсы сөзі бар. Біз алға жылжиық, құдайым. Әулетім 6 едік, келін түсіп 7 болайын. 7 едік, немере туып 8 болайық. 8 болса 10 болайық деген сөз бар. Сондықтан жақсылыққа ұмтылыңыз. Құдай қайыры жақсылықтың болғаны жақсы ғой. Сондықтан сонда ниетпен дұғамен беріңіз. Ана итке береді деген бір сөз бар, ол артық сөз, дұрыс емес. Үйдегі итке, ана Майло деген ит бар анау. Майлоға, содан кейін барып үйдегі тараканға, мышыққа ешкімге берілмейді, жылқыға, итке берілмейді, мысыққа да. Ауызды бекітіп қойғам. Ертерек ораза баршаларыңызға қабыл болсын. Туылмаған іштегі балаға пітір берілема дейді. Қазір ғана айттым. Қанша бересіз? Сұрақ. 640 теңге. 640 теңге қалтадан түсіп қалса деп проблема жасап, милиция шақырып, полиция шақырасыз ба? 640 теңге қалтаңыздан түсіп қалса. Қалтаңыздан түсіп қапты. 500 теңге, соңғы 140 теңге тағы түсіп қалды қалтаңыздан. Полиция шақырасыз ба сол үшін? Шақырмайсыз. Енді телефонды көтеріп, полиция шақырмаған дүниеге, іштегі балаға пітір берейін ба, бермейін ба? Неге бермейсіз? Құдайым, сол келін аман есен босансын, 4-еуміз 5 болайық деп жақсы ниетті айтып отқан жоқпыз ба? Өзі мұсылманның ұлы бір жақсы пайғамбарымыздың иннамал амалу бин ният, барлығы ниетке байланысты дейді. Жақсы ниетке талпынайық та біз. Сол ниетіне қарай. Біз халқымызда пейілі жақсы бұның ниеті жақсы деген жақсы сөз бар. Сол жақсы ниетті қояйық та. Сен ғалым бол, әулие бол, бірақ ниетің арам, пасық боп, біреуді көре алмай, жұлдыз менмін, менен басқа ешкім жоқ деп, өзіңді ғана білсең, өзіңді ғансаң, не пайда ол қайырдан? Соқтан көппен бірге көрген ұлы той дейді атаң қазақ. Көптің ішінде жарылқаған жақсы болады. Көп болсын, ел болсын, халық болсын деген жақсы дүние. Қызым кетіп еді, оқуға берейін ба? Күйеу балам мында отыр еді, берейін ба? Күйеу бала біздің семьяға кіре ме, кірмей ма? Ол дұшпан ғой. Не болсын жама? Аман болсын деп беріп қойыңыз. Жылына бір келетін дүние. Не отырады? Ауыз ашар істейтін күні ораза ұстамасам бола ма дейді. Күшті екен, мен бүгін жұмысым көп. Бүгін мен ентіге барам, ертең тестке барам, 3-ші күні бастыққа барам. Бүгін что-то настроением жоқ. Сіз сол ауыз ашар істемей-ақ ораза ұстағаның артығырақ. Оразаны мен қиналдым, ертең қиналам, ауыз ашар берем, үйге оңай ма? 70 адам келеді біздің үйге деп ұстамағанша, лучше сол ауыз ашар бермей-ақ қой. Сол жақсырақ болады. Бір жақсы пайдалы дүние естейін деп кірген еді, мүңкей бала жықшаның жиналған екен, тіпті сұрауға тұрмайтын нәрсе сұрайсыздар ғой дейді. Олай айтпаңыз, Қожахметова госпожа. Бұл жерде әртүрлі азаматтар отыр. Менің халқым, менің бауырларым, үлкені бар, кішісі бар. Елдің бәрі дана емес. Елдің бәрі біле тумайды. Маған бала шағаның сұрағын 1000 рет қойса, 1001 рет жауап беруге ризамын. Дін ол бір жаңалық ашып, бір новый кредит нәрсе емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бері қарай қайталанып келе жатқан дүние қайталана береді. Біз ойлағанбыз, біз дамып кеткенбіз деп, біз дамып сөйтсе біздің халқымыздың мына деңгейін көрсетеді мына сұрақ. Сондықтан бұл біздің еліміз. Жаман да болса ағамыз, жақсысын қайдан табамыз дейді. Басқасын ешкім бермейді маған. Кеше президентіміз барған Әзербайжаннан бермейді, Америкадан бермейді, аспаннан ешкім бермейді. Біз өзіміз барымызбен базармыз. Сондықтан солардың деңгейі көтерілсе екен деген, солардың деңгейінде ғана қалам ұстайтын адамның деңгейінде жауап берген дүние. Біз кеше ұйқы мәселесінің тақырыбын ашқанбыз. Бұл сол тақырыпқа кіреберістің алдындағы бір дүние. Сол тақырыпты бүгін жалғастырамыз. Ұйқы мәселесі, Алла тағала бізге ұйқыны нығмет етіп берді. Сол ұйқының қалай өту керек, қалай ұйықтауымыз керек, вообще ұйықтау керекпіз ба, ұйықтамау керекпіз ба? Кейбір адамдар мен ұйықтамай жүрмін дегендердікі дұрыс па? Не үшін ұйықтай алмайды кейбір адам? Неге ұйқы бұзылады? Әйтеуір не керек? Осы төңірегінде
сауалдарды бастағанбыз. Енді соны иншалла жалғастырсақ деген ой. Ораза кезінде ерлі зайыптарға қосылуға бола ма? Ауыз ашқаннан кейін болады. Алға. Осы жерде мына әйелдер туралы жаңада көріп қалдым. Бір әйелдердің жәннеті, әйелдердің мекені деген сұрақтарды, сонымен сұрақтарыңызды қорытындылайық. Әйелдердің жәннетке баруын пайғамбарымыз жақсы хадиспен айтып берген. Ида соллат марратаху хамса. Әйел адам 5 рет намазын оқыса, 5 мезгіл. Ва сомат шахраха. Рамазан айында ораза ұстаса. Яғни сіздерді айтып отыр пайғамбарымыз. Ва хафида фарджаха. Өзінің абыройын сақтаса, еріне адал болса. Бұл еркекке де қатысы бар бұл нәрсенің. Ва аато заужаха. Күйеуіне мойынсұнса. Шариғатта қарсы болмаған, өзіне қауіпті болмаған нәрселерде мойын ұсынса. Ва қала лаха. Оған айтылады. Сол әйелге, сондай істеген әйелге не деп айтылады екен? Удхулул жанна. Жәннетке кір. Би абуаби. Қалаған есігінен кір. Самани. 7 қалаған есігінен жәннеттің қалағаныңа кір деп айтылады. Сондықтан халқымызда әйелдің ері қасында болса, абыройы басында болады деп бекер айтпаған. Енді таласатындар көп, еркек қандай болса, еркек қандай жалпы айтылған бұл түсінік. Осыдан ары қарай өзіңіздің өміріңізді, қажетіңізді тарқата бересіз. Ұйқы мәселесі. Ұйықтар кезде дәрет алып жату, 2 бас намаз оқып жату, фалақ, нас, аятыл күрсіні оқып жату, бұл жақсы ұйықтаудың кепілдігі. Сонымен бірге отты өшіріп жату. Кеше айттық, қандай от болса да, яғни үйдегі отопление өшіріп қатып қалмау керек. Бұл жердегі от деген от өшіп қалып, немесе жанып кетіп, перде жанып кетіп, үй өртеніп кетпесін деген мәселе. Екінші оттағы бір ишарати нұсқа, бұл ұрысып қалу. Әйелі мен күйеуі, бауыры мен бауыры, балалар, қыздар бір-бірімен ұрысып қалса, бір-біріне ренжітсе, содан бір-бірінен кешірім сұрау, бұл аса маңызды дүние. Сондықтан айтпақ болғанымыз, жатар кезде осыны жасап жатыңыздар. Одан кейін Алланың атыменен жатыңыздар. Төсекті қағу әдеті бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям төсек қағу сүннетке жақындатқан. Көрсеткен өзі. Төсекті қағып сілкіп жатуымыз керек. Аяқ киімді онда әдебіне келген кезде айтам, киюдің әдебін. Сол сияқты төсек қағу деген сөз бейтіп шаң топалаңын шығарып, сілкіп, үйде бүкіл онсыз да тазаланбаған тамақтың бәрін бейт көтеріп, жаңа заттың бәрін сілку емес. Яғни сәл қағып сілкіп, Алланың атын айтып, бисмилля деп қағып сілку, бұл жақсы нәрсе. Жын болса, жын қашады біліңіздер. Егер жәндік бір нәрсе болса, оған да пайдалы, білесіздер, оны айтпай қояйын. Сондықтан міндетті түрде осы нәрсе жасалады. Егер адам төсегінен қорқса, жатар кезде бір үрей болса, сол төсекке жүрегі тартпаса, немесе үйде жалғыз қалса, бисмиллахи ала тауаккалту ла хаула ва ла қуввата илля билля деп, ағузу бисмиллахны айтып барып, аятыл күрсіні 3 рет оқып жатсын дейді. Кейде болады. Лажы келсе, шама келсе, адамның қасында бір жақсы нәрсе жатқаны дұрыс. Адам, яғни баламен, кішкентай бала болса, ерімен, ер азаматтармен тыңдап отқан азаматтар, жарыңыздың қасында жатуға әрекет қылыңыздар. Бір-бірлеріңізге қарап жатыңыздар. Бұл ортадағы мейірім, рахымды арттырады. Бөлек қарап, бірінен бірі теріс қарап, еркек адам жаңаға қабырға қарап, телефон былай шұқып, әйел адам екінші жаққа қарап, телефон шұқса, ортасына шайтан жататындығы анық. Енді бұл бір-біріне қарап тикток көріп жат деген сөз емес.
қалай болғанда да бір-біріне мейірімі болсын. Енді кейбір адамдар болады, бір-біріне қарап жата алмайды. Мысалы айтайық, оң иығымен жатқан кезде кейбір адам теріс қарап жатуға мәжбүр болып қалады. Бала емізеді, әйтеуір басқа нәрсе. Ондай емес. Жалпылама шама келгенше бір-біріне қарау бұл мейірімдікті арттыратын дүние. Одан кейін жатар кезде үстіне әтір сеуіп жату бұл жақсы бір сүннет, жақсы амалдардан. Жақсы әтірлер. Одан кейін аз ғана сеуіп жатыңыз. Бұл адамдың қуатын арттырып, ер азаматтардың бел қуатын арттырып, әйел азаматтардың мынау бір-біріне деген мейірімін арттырады. Жаңа кейбір адамдар кешке дейін жуынбаған, кешке келіп сол үстіне жатар кезде жуынбағандықтан үстінен кейбір кезде иіс шығып жатады. Содан кейін ерім мені қаламайды, немесе әйел ер адам бір-біріне ортасына қаламаушылық осыдан келіп шығады. Келесі, бір-біріне кешірімді айтып жатсын. Ер адам әйеліне, әйел адам еріне, ата-аналарға, балалары, бауырларға, Абу Замзам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, Абу Замзамдай дегендей бір-біріне кешірім айтып жату. Егер біреу маған ғайбат еткен болса, мені мысалы мен өзім енді білмеймін, енді солай болып кетті, ондай қалауым жоқ еді, Аллах куә, бірақ әйтеуір қатты танымалдық болғаннан кейін әркім әртүрлі сөз жаңа да жазып жатыр ғой, масон дейді, анау дейді, мынау дейді деп. Енді мен кеше ғана Америкадан көшіп келген адам емеспін. Мен осы жерде туылып, осы жердің азаматымын. Менің 14 жасында имам болғанымды халқым, сол кезде халық жақсы біледі. Содан бері еліміздің республика көлемінде діни қызметтемін. Сондықтан айтатын адамдар көп. Сонда әр күні кешке, я Алла, мен өсектеген, маған ғайбат айтқан, менің атыма жаман сөз айтқандарды, я Алла, мен кешірдім, сен де оларды кешір, мен де олардың мойнына асылмайын, қияметте маған да ешкім мойныма асылмасыншы деп дұғадамын. Сол үрдісті сіздерге де үйретуге шақырам. Я Алла, кімде-кім маған қиянат қылған болса, кімде-кім бетіме анық сыртымнан ғайбат қылып өсектеп жаман нәрсе айтқан болса, я Алла, мен оларды кешірдім, сен де оларды кешір. Олар да маған асылмасын, мен де оларға ақымды, аяғымды таптадың, нарымды таптадың деп мен де асылмайын деп айтып жатқан жақсы болады. Яғни бір-бірлеріңізге кешірім беріңіздер. Бергенде бүйтіп қарап, кешірдім мен сені демей, яғни кешірдім, дұрыстап жүр осыдан кейін дейтіндер бар. Жоқ, олай емес. Міндет қылмай істеңіздер. Намазды да, ла тамунну алайя исламакум, исламда болғандарыңды міндет қылма. Мен саған кешіріп едім, оңбаған десе, оказывается, білмей қаппын ғой дегемеңіздер. Алланың ризалығы үшін жасаған іс қайырлы, сауапты болады. Алладан үміт етіңіздер. Рахымдық Аллада болады. Келесі, қыблаға аяқ созбаңыздар. Қыблаға шама келгенше аяқпен теппеген жақсы. Енді мүмкіншілік болмаса солай болады. Одан ары қарай өтетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түнде шошып оянса, адам ұйықтай алмаса, яки болмаса бір ыңғайсыз түстер көретін болса, түстерге ертең өтеміз. Түстердің тарихына адам қалай түс көреді, түс қайдан кіреді, оны ертең өтеміз. Ертеңгі сабақ одан қызық болады. Сондықтан түстеріңіз жақсы болу үшін күндізгі істерге қараймыз. Одан кейін шошып оянып түс көретін болсаңыз, онда 2 бас намаз оқуды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге нұсқаған. Дәретіңізді аласыз, дәрет алып болғаннан кейін 2 бас намаз оқып, содан кейін дұға қылып жатасыз. Бұл сіздің ұйқыңыздың жақсы болуының бірден бір себебі. Келесі, қайлуля, яғни күндіз бір мезгіл ұйықтап алу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір мезгіл ұйықтап алар еді, неге? Тахаджудке тұруға, вахам жақсы ұйықтауға себеп болар еді. Тым қатты ұйқы жақсы көретін кісілер, енді осы жерде отырған шығарсыздар, бірнеше мыңның ішінде ұйқыны жақсы көретін енді адамдар бар. Енді ұйқы десе енді күн ба, түн ба, беймезгіл уақыт па, ұйқы десе әйтеуір жан салмайтын адам бар. Негізі ол да жақсы қасиет. Адамның ұйықтай алуы да көңілдің тоқтығын білдіреді. Егер адамның уайымсыз қара суға семіреді демекші, адамның кішкене көңілі тыныш болу және жақсы мінезі жақсы болған адамдар ғана ұйықтай алады. Яғни шыж-быж дейді ғой қазақта. Кішкене сабырсыз адамдардың ұйқысы да жөнге келмейді. Сондықтан ұйықтау Алланың бір нығметі деп түсініңіз. Енді тым қатты көп ұйықтау, уайымсыз, ғамсыз көп ұйықтау, Әзірет Әлі айтқандай, Алланы ұмытуға алып келеді. Сондықтан шама келгенше ұйқыны азайтқан жақсы болады. Имам Шафиғиден сұраған екен, білімді
ойға көп кіру үшін не істеу керек депті. Яғни тез жаттау үшін, жазған нәрсені тез жаттау үшін не істеу керек оқығанды десе, азырақ ұйықтау керек деген екен. Содан кейін азырақ ұйықтап жатырмын десе, базар аралауды қою керек деген екен. Яғни көп дүниеге былай, біз қазір байқасаңыздар магазинге кірсек бүйтіп витринаны қарай береміз, бас жоқ аяқ жоқ. Сол нәрсені сәл азайтсаңыз, онда зейін көтеріле береді адамда. Ал енді тек қана зейінді көтеретін дүние адамның ілімінде көтеруіне себеп болады. Жаттауына, яғни қасиетін көтерілуіне. Ұйқы кезінде бір дәрігер бір баланы алып келген екен дәрігерге. Мына бала ұйқысы дұрыс болмай жатыр, көп ұйықтамайды, сабақ оқи береді немесе деп айтқан кезде, жаңағы дәрігер сұрапты, қанша сағат ұйықтайсың деген екен. Соны айтты, 4 сағаттай ұйықтаймын, 3-4 сағаттың көлемінде ұйықтаймын десе, жаңағы дәрігер айтты, адамның полноценный толық ұйқысы дұрыс болу үшін 5 сағаттан жоғары ұйықтағаны жақсы деген екен. Сонда жаңа бала сұрады дейді ғой, сіз осындай дәрігер болып, елге осындай медицина оқып, осындай ғалым болуыңыз үшін 3-5 сағат ұйықтадыңыз ба десе, жоқ, мен өзім 3 сағат ұйықтағаным деген екен. Сол сияқты адам талпынып оқимын десе, ол баланы қақпаңыздар, оқысын, денсаулығы жақсы болады, бұйырса өзіне қажетін алады. Бірақ тым ұйықтамай көзі бадырайып жатқан адамдар болады. Бұл адамдар Құран оқыса, немесе қазір ұйықтап кету үшін телефон қарайтындар бар ғой, сол үлкен қателік. Мен ұйықтаймын деп телефонды қарап отырған, бұл денсаулықты да, миды да әбден шаршатып ертеңінде мең-зең қылатыны сол. Тек қана кітап қарап жатып ұйықтаса, имам Шафиғи солай болар еді дейді. Имам Шафиғи солай болар еді дейді. Қолына кітап алып ұйықтайды екен. Соны бүйтіп қарап ұйықтап жатады екен, кітап бетіне түсіп кеткенде оянады екен. Сізбен біздің бетімізге қазір телефон түсіп кетіп жатыр. Сондықтан айырмашылығын өздеріңіз көріңіздер. Және телефонның ішінде де бір уағыз, жақсы нәрсе көріп жатса да сыңайлы мейлі, бірақ артық нәрсе көретіміз ақиқат. Таң намазының уақыты кіріп тұр, айтатын нәрсесі көп, ертең бұйырса жалғастырып, содан кейін түс сәлеміне өтеміз. Алла разы болсын. Бүгінгі оран ниеттеген оразаларыңыз қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бір-бірлеріңізге дұға қылуды ұмытпаңыздар.